Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Апа, еденді шиқылдатып жүре бермеші. Ұйықтай алар емеспін. Онда еденді жөндесеңші. Әкеңе де айтып едім, ол да қозғалмады. Жарайды, ертең жөндеймін. Тек жатшы. Таң атты. Балам, түнде не деп уәде бердің? Жерге төсейтін ағаш керек қой. Ертең сержанға айтып, соның көлігімен алып келермін, рас айтам. Тағы бір күн. Апа, мен қонаққа баратын ем. Келесі апта міндетті түрде жөндеймін. Келістік пе? Бір апта өтті. Балам, мен ағаштарды алып қойдым. Сарайда тұр. Өтінем, еденді жөндеші. Сатып алдың ба? Жеткізгені үшін де төлеген шығарсың, шығынданып. Бәрібір емес пе? Бастысы, айтып ем ғой, сержан екеуміз әкеліп жөндейміз деп. Қартайғанда адамның бала сияқты боп кететіні рас екен ау. 2 жыл өтті. Апа, түннің 1 уағына дейін не істеп жүрсің? Жатсаңшы. Еденнің дыбысынан бала оянатын болды ғой. 5 жылдан кейін анасы өмірден өтеді. Ата-анадан ұлға мұраға қара шаңырақ қалды. Үй құжатының 1-ші бетіне анасы: балам, еденді ауыстыршы, деп хат жазып қалдырыпты. Ұлы анасының жазуына қарап көзіне жас алды. Сөйтті де соңғы өтінішін орындауға уәде етті. Арада 20 жыл өтті. Жаным, әке-шешеңнен қалған зәулім үй керемет, сөз жоқ оған. Бірақ үй ескірді. Мына еденнің дыбысы тіпті ұйқы берер емес. Бәлкім еденді ауыстырармыз, деді әйелі. Әке, ағаш алу керек қой. Мен ертең әкелейін, деді ұлы ілесе. Керек емес. Әжең неше жыл бұрын әкеп қойған. Одан бері 30 жылдай өтті ау. Сол күйі қозғалмай тұр. Жүрші, дәл қазір кірсейік, әйтпесе қалып қояр. Әкесі мен ұлы құралдарын алып, ескі ағаш еденді ауыстыра бастады. Әке, мынаны қара, деп ұлы еден астынан қоңыр сөмке тауып шықты. Үйдегілер үлкен ұлдың жанына жиналып, сөмкені ашқанша тағатсызданды. Енді ішінде не бар екені қызық қой. Әкесі замогын ашып қалып еді, ішіндегі бума сарғайған ескі ақша сыртқа шашылды да қалды. Үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей денесі тітіркенді, біресе терледі. Ал сөмке түбінде хат жатты. Анасының жазуын бірден таныды. Хатта: балам, ағам 2 жыл бұрын қайтқанда маған үйін тастап кеткен. Мен сатып, ақшасын саған және ұрпағыңа мұра етемін. Сөзімді екетпей еденді жөндегеніне рахмет ұлым. Енді жап-жаңа үй алып, аяғыңа тұра аласың. Сені жақсы көрем. Сәлеммен анаң, деп жазылған екен. Өкініштен өзегі өртенген әкесі анасының хатын қайта оқиды. Ал жанында жарамсыз ескі ақшалар шашылып жатты. Бүгінгі істі ертеңге қалдырма. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.